Бомбардиро крокодило, тралалело тралала. Соңғы уақытта тиктокта трендке айналған бұл мультфильмді білмейтін бала кемдеге. Алайда жасанды интеллекттің көмегімен жасалған бейнероликтің мағынасы қорқынышты болып шықты. Бір қарағанда көңілді көрінетін контентте Газа мен Палестинадағы балаларды өлтіру мен дінді қорлайтын сөздер айтылған екен. Миллиондаған қаралым жинаған мемге қатысты еліміздің балалар құқығын қорғау комитеті де алаңдаушылық білдіріп отыр. Сондықтан жауапты ведомство тиісті органдарға хат жолдап, балалар контентіне шектеулер енгізбек. Trallallero trallallà versus Bombardiro crocodilo. Жасанды интеллектінің көмегімен жасалған бұл бейнеролик бастапқыда көңілді әрі балаларға арналған жеңіл контент болып көрінуі мүмкін. Видеода ұшақ кейпіндегі қолтырауынның жағадағы акулаға оқ атқаны суреттелген. Алайда желі қолданушылары арасында роликтегі әннің сөзі қызу талқыланып жатыр. Итальян тіліндегі әуенде Газа мен Палестинадағы балаларды бомбалау мен дінді қорлайтын сөздер айтылған. Интернет кеңістігінде сырт көзге балаларға арналған контент ретінде көрінетін, алайда мазмұнында жасырын деструктивті ақпарат бар мультфильмдер таралуда. Бұл жағдай әсіресе балалардың психоэмоционалдық саулығы үшін қосымша тәуекелдер тудырады. Осыған байланысты балалардың құқықтарын қорғау комитеті қазіргі цифрлық жағдайларды ескере отырып, заңнамалық базаны жетілдіру бойынша ұсыныстар дайындауда. Комитет ақпаратына сүйенсек, балаларға арналған дәл осындай бағыттағы мемдар күннен күнге көбеюде. Сондықтан мамандар ата-аналарға бүлдіршіндерінің желіде қандай контент көріп жүргеніне, кімдермен қарым-қатынаста екеніне және интернетте қандай тақырыпты талқылайтынына ерекше назар аудару керектігін ескертеді. Алайда көпшілік балаларды үнемі бақылап отыру мүмкін емес дейді. Енді білмеймін, ол жағын балалар не көретінін. Осыны тикток қой? Қадағаны қақай. Қосамыз өзіміз, кейде өзі таңдайды, сосын историядан қараймыз и айтамыз, мысалы, болмайды, осы болады, осы болмайды. Нежелательный контент болса, онда ауыстырамыз, өзіне ауыстыртамыз да, білсін. Көбісіне тығып ойнайды. Жұмыста болған кезде, біз жұмыста болған кезде, қазір олар үйде міне енді шықтық, пока барғанша олар телефонда. Көбісіне тикток отыратын, сосын ойындар бір. Телефонды уақытпен беруге тырысам. Енді жоқ кезде ғой көбісі. Бар кезде қадағалаймыз әрине. Балалар құқығын қорғау комитеті ата-аналарға күмәнді видеолар туралы құзырлы органдарға хабарлауға кеңес береді. Және алдағы уақытта балалар контентіне қатысты ұсыныс дайындап, жауапты органдарға хат жолдамақ. Диана Тұрлыбек, Думан Сүлейменов, Информбюро.